Сәлем, егер сіз бұл видеоны қарап отқан болсаңыз, демек сіз ағылшын тілін A1 деңгейінен C1 деңгейіне қалай тез арада үйренуге болатыны жайында білгіңіз келеді. Және бүгінгі сабақта мен сізбен бірге ағылшын тілін 6 ай көлемінде қалай A1 деңгейінен C1 деңгейіне дейін үйренуге болатыны жайында өзімнің секреттерін, яғни лайфхактар, секреттермен бөлісетін боламын. Сонымен қатар ағылшын тілін үйрену барысында сөз жаттау немесе қандай да бір мәтіндерді мазмұндау, сондай бір симплдар, мысалы, present simple, past simple, сол секілді шақтарды қалай тез арада жаттауға болатындығымен бөлісетін боламын. Ал ендеше біз бастайық. Сіздер тамашалаңыздар. Ең алдымен арнаға міндетті түрде тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы видеолар көп болады. Жалпы өздеріңіз білетіндей, ағылшын тілі деңгейлерге бөлінеді. Beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, up intermediate, advanced. Осы деңгейлерді қалай біз 6 ай көлемінде оқып үйренеміз деген сіздерде сұрақ пайда болуы мүмкін. Бірақ ағылшын тілін сізбен бірге осы 6 айда қалай тез үйренуге болатыны жайында өзімнің секретті методтармен және сондай бір жоспармен, нақты жоспармен бөлісетін боламын. Ендеше видеоның соңына дейін қарайық. Ендеше біз бастайық. Жалпы ең алдымен ағылшын тілін біз бөліп аламыз. Бастапқы деңгей, орташа деңгей, жоғарғы деңгей деп. Бастапқы деңгейге бізде A1, A2 деңгейлері кіреді. Орташа деңгейге B1, B2, жоғарғы деңгейге C1, C2. Осы 6 ай көлемінде біз қалай бұл уровендерді тез арада үйреніп шығамыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Ал енді қарастырайық. Әр деңгейге сіз 2 ай уақыт беретін болсаңыз, мысалы, A1, A2 деңгейіне 2 ай уақыт, B1, B2 деңгейіне 2 ай уақыт, C1, C2 деңгейіне 2 ай уақыт беретін болсаңыз, онда сіз 6 ай көлемінде толық меңгеріп шыға аласыз. Және бұл жоспардағы берілген тапсырмаларды міндетті түрде орындау керексіз, ескертетін жайт. Ал енді біз A1, A2 деңгейіне 2 ай уақыт бөлдік, бастапқы деңгейге B1, B2 деңгейіне 2 ай уақыт бөлдік, орташа деңгейге C1, C2 бөліміне 2 ай уақыт бөлдік. Жалпы 6 ай уақыт болды. Ал енді біз қалай жоспарды құратын боламыз. Кез келген істі бастамас бұрын, кез келген тілді оқымас бұрын сіз міндетті түрде жоспар құру керексіз. Және сол жоспарға сүйене отырып, өзіңіздің не істеу керектігіңізді біле отырасыз. Ал енді бастапқы деңгейге бізге A1, A2 деңгейлері кіреді. Beginner, pre-intermediate. Осы деңгейлерді үйрену барысында сіз не істеу керексіз? Бастапқы деңгей. Біріншісі, толықтай 1500 сөз жаттау керексіз. 1500 сөз, ол сіздегі 1500-дің жартысы базадағы сөздер болу керек. Мысалы, мен тұрдым, мен бетімді жудым. Сондай қарапайым сөздерден бастау керексіз. Егер сіз ағылшын тілін нөлден бастап жатқан болсаңыз, жай ғана сөз жаттап қоймай, фразада жаттасаңыз болады. Мысалы, сөйлемдер: мен бардым, мен келдім, мен оқыдым, мен іштім, мен жедім, мен оқып жатырмын, мен видео түсіріп жатырмын. Неше түрлі фраза, яғни базадағы фраза сөздер өте көп. Күнделікті өмірде қолданатын сөздерден бастап 1500 сөздей жаттап шығу керексіз. Бұл 2 ай уақыт көлемінде жасау керек іс-әрекеттеріңіз. Екінші, бізде present simple, past simple, future simple, осы нақты осы 3 симплды білу керексіз бастапқы 2 ай үйрену барысында. Осы 3 симплды білмесеңіз, сіздерге қиындық туындауы мүмкін. Міндетті түрде осы 3 симплды үйреніңіз. Ал енді present simple, past simple, future simple сабақтарын егер сіз қай жерден көретініңізді білмейтін болсаңыз, YouTube-тан қарастырсаңыз, менің каналымда да, басқа адамдардың каналында past simple, present simple, future simple жалпы түсіндірмелері бар. Екіншісі, міндетті түрде өзіңізге ұнайтын бір мультфильмді ағылшын тілінен қарап, сол мультфильмді толық қарап шығу керексіз. Негізі барынша түсінуге тырысыңыз. Егер сол фильмді түсінбей жатсаңыз, сөздерін аударсаңыз, онда тіптен жақсы болады. Міндетті түрде фильм көріңіз. Ал енді мен қандай фильм көрем дейтін адамдарға The Grinch мультфильмін кеңес етемін. Өйткені The Grinch мультфильмі өте жеңіл тілде берілген. Тіпті beginner оқушылары да оны көріп, толықтай пересказын айтып бере алады деп сізге нақты айтамын. Өйткені The Grinch мультфильмі өте оңай тілде берілген. Ал енді жалпы бастапқы деңгейде 2 ай уақытта сіздерге не беріледі? Бірінші тапсырма: толықтай 1500 сөзді жаттау.
Екінші тапсырма. Present simple, past simple, future simple шарттарын толық білу, жаттау. Үшіншісі қадам бізде The Grinch мультфильмін толықтай көру. Немесе өзіңізге ұнайтын кез келген мультфильмді көрсеңіз болады. Ал осы жолдарды сіз қолданатын болсаңыз, 2 ай уақыт көлемінде beginner және pre-intermediate деңгейлерінде еркін сөйлей аласыз. Міндетті түрде осының барлығын сіздер орындау керексіздер. Міндетті түрде 1500 сөз жаттау керексіздер. Міндетті түрде present simple, past simple, future simple'ды білу керексіздер. Ал енді 1500 сөзді 2 ай көлемінде мен жаттай алмаймын дейтін жандарға қандай лайфхак кеңес етемін? Мен жалпы өзім бір тәулікте 500 сөз жаттағандықтан сөз жаттау барысында көп лайфхактар бар. Мысалы, ең үлкен бір жүзеге асатын лайфхактың бірі ол сіз түнде жатар уақыттың алдында тура жатқалы жатқанда, яғни ұйықтағалы жатқанда ешқандай телефон көрмейсіз, ешкіммен сөйлеспейсіз, тек сол сөздерді оқисыз. Бір оқып шығасыз. Егер бір оқығанда сізге түсініксіз болса, 2 рет оқуыңызға кеңес беремін. 2 рет оқып шығасыз, одан кейін кітабыңызды қойып қоясыз, ұйықтайсыз. Оқығаннан кейін сіз міндетті түрде ұйықтау керексіз. Оқып болғаннан кейін жауып қойып, телефон көріп, бір фильм көріп, кино көруге болмайды. Міндетті түрде оқисыз, одан кейін сразу ұйықтайсыз. Все, спайте. Және сол ұйқыңыздан тұрған кезде көзіңізді аша салысымен бірден сол сөздерді оқисыз, жауып қоясыз. Сонда сіздің миыңыз тұнық кезінде барлық информация, сіздің миыңызда информация бәрі жинақталып қойғаннан кейін сіз сол сөздерді жаттағанда, сіз ұйықтау барысында да ол дәлелденген факт, ұйықтау барысында да осы сөздер сіздің миыңызда қалыптасады. Сол қалыптасқаннан кейін сізге жаттау оңай болады. Жаттар уақытта бір оқып шығасыз, ұйқыңыздан тұрған сәтте тағы бір оқып шығасыз. Түсінікті болды деген ойдамын. Бұл бізде бастапқы деңгейдегі істеу керек іс-әрекеттер болды. Бұл деңгейлердегі, яғни бастапқы деңгейдегі іс-әрекеттің барлығын 2 ай көлемінде толық жасап шығу керексіз. Ал енді ортаңғы деңгей. Ортаңғы деңгейде сіздерге B1, B2 деңгейлер беріледі. Intermediate, upper intermediate. Ортаңғы деңгейде сіздер 1000 сөз жаттау керексіздер. Яғни сіздер бастапқы деңгейде толыққанды базадағы сөздерді, базадағы фразаларды жаттап болғаннан кейін ортаңғы деңгейдегі 1000 сөзді жай ғана сонда бір сол сөздердің, мысалы синонимдер, күрделенген түрлері, немесе сіз қай сөздерден қиналасыз, қандай темада сіздерге айту қиын, сол темаға байланысты сөздер жаттаңыз. Екінші қадам 10 фильм көру. Сіздерге бастапқы деңгейде берілген 5 фильм көру болса, яғни The Grinch мультфильмін көру болса, ал енді осы ортаңғы деңгейде сіздер 10 фильм көресіздер. Егер сіздер қандай фильм көруге болады, мен білмеймін қандай фильм көрем, ағылшын тілінде мүлдем хабарым жоқ, қандай фильм көретінімді білмейтін болсаңыз, менің Telegram аккаунтыма немесе Instagram аккаунтыма жазсаңыз, яғни Instagramға кіріп, видеоның описаниясында мен ссылка қалдырып кетемін, Instagramға кіріп, директке подписаться етіп, одан кейін директке фильм деп жазатын болсаңыз, мен сізге фильмнің списогын жіберетін боламын. Осы 10 фильмді көресіз. Мен жіберген 10 фильмді міндетті түрде көріп шығу керексіз, және барынша айтқанымдай түсіністікпен, яғни түсінумен көріп шығу керексіз. Түсінген сияқты болып. Оның барлығы 2 ай уақытта жасалуы керек іс-әрекеттер. Және сол 10 фильмді көрген 10 фильмнің арасынан 5 фильмді таңдайсыз. Бірінші фильмнің бастапқы 30 минутын, екінші фильмнің ортаңғы 30 минутын, үшінші фильмнің соңғы 30 минутын, солай 30-30 минуттан бөліп сіз аударасыз және толық талдайсыз. Не айтып жатыр, не іс-әрекет, ол не істейді. Сосын бір барлық сөздерін жеке-жеке талдайсыз. Бұл міндетті. Сіздерге фильм көруді міндетті түрде орындау керек деп айтқым келеді. Өйткені фильм көру арқылы сіз шынында listening дағдыңызды, speaking дағдыңызды, түсіну дағдыңызды толықтай қалыптастырасыз. Және репетитор табу. Ортаңғы деңгейге келгенде мен сізге репетитор табуды кеңес етемін. Өйткені репетиторсыз сіз мүмкін кейбір адамдар басын бастайды, аяғын жоқ қылып жібереді. Сондай адамдар үшін репетитор маңызды. Репетитор тапқанның өзінде сіздерге кеңес етер едім. Достоин, бір шынында жан ашып оқытатын, біріншіден, екіншіден регулярно. Мысалы, аптасына 3 рет 2 сағаттан осылай
кешкі сағат 5-те, таңғы сағат 8-де нақты уақытпен аптасына 3 рет 1 сағаттан оқитын болсаңыз, репетитормен бірге, арнайы адамдармен бірге оқитын болсаңыз, онда жақсы. Оқығаннан кейін, сіз репетитормен оқығаннан кейін, ол жерде сіздер бір-біріңізбен сөйлесесіздер, тілдік сонда бір қарым қатынас болады сіздерде. Ол ағылшынша сөйлейді, сіз ағылшынша сөйлейсіз, солай сіздер бір-бірлеріңізбен ағылшынша сөйлеу арқылы сіздер қалыптасасыздар, сөйлеу дағдыңыз қалыптасады. Яғни репетитор маңызды. Бұның барлығы бізде 2 ай уақытта істелінетін іс-әрекеттер ортаңғы деңгейге байланысты. Ал енді бізде соңғы деңгей, ол жоғарғы деңгей, сыбыр сиегі деңгейлері. Жалпы жоғарғы деңгейде сіздер уже ағылшын тілін нормально түсінетін адам болып келесіздер. Өйткені базада сол сөздер білесіз, базадағы сөздер, present simple, future simple, past simple, өткен шағыңызды айта аласыз, қазіргі шағыңызды айта аласыз, болашағыңызды айта аласыз, одан кейін фильмдер талдап тастағансыз, сіз уже ағылшын тілін нормально түсінетін адам болып келесіз жоғарғы деңгейге. Жоғарғы деңгейде сіз уже көптеген информацияларды ағылшын тілінде үйрену керексіз, қабылдау керексіз. Мысалы, Google-ға жазсаңыз да ағылшынша жазып, YouTube-ға жазсаңыз да ағылшынша жазып, барлығын ағылшынша жазып, жалпы өміріңізде қоғамды ағылшынша қалыптастыру керексіз. Сонда сіз ағылшын тілін мидың өзі фокусты тек сол ағылшын тілге қояды да, ағылшын тілін үйренуге, сол информацияларды қабылдап, соны түсінуге мидың өзі фокусын қояды. Екінші қадам бізде 15 фильм көру. Яғни сіздер ортаңғы деңгейде 10 фильм көретін болсаңыз, уже жоғарғы деңгейде тағы 15 фильм көру керексіз. Айта кететін жайт, мен Instagram аккаунтыма кіріп, подписаться батырмасын басып, сообщение батырмасынан кіріп, директке фильм деп жазатын болсаңыз, сіздерге фильмнің списогын беретін боламын. Ең үздік фильмдердің және қай деңгейге қандай фильмдер болатындығы сол жайында толықтай беретін боламын. 15 фильм көресіз, ол міндетті түрде. Менің мұғалім әрдайым айтады, муви көріңдер дейді, яғни муви деген фильмдер. Фильм көр, фильм олсын, барлық дағдыңызды қалыптастырады. Үшінші деңгей, YouTube-тан ағылшын тілінде контенттерді көресіз. Мысалы, сіз жалпы TikTok-тан да, YouTube-тан да, Instagram-дан да кез келген адам күніне бір 3-4 сағат отырады. Ол факт. Кез келген адам сол 3-4 сағат отырған кезде сіз отырасыз әрине, бірақ ағылшынша көріңіз. Мысалы, YouTube-ға кіресіз. Бір ақпарат сізге керек. Ағылшынша іздеңіз, ағылшынша қабылдауға тырысыңыз. Яғни барлық нәрсені YouTube-тан ағылшын тілінде көріңіз. Мысалы, сіз комедия көретін болсаңыз, ағылшын тілінде көріңіз. Сіз интервью көретін болсаңыз, ағылшын тілінде көріңіз. Ағылшын тілінен The Selling Show деген канал бар YouTube-тан. Ағылшынша ең үздік Селена Гомес, Джонни Депп, сол секілді актерлар, актрисалар, жұлдыздар, Кайли Дженнер, сол сияқты атақты жұлдыздармен интервью жүргізеді, және ол интервьюлар ең маңызды жері ол 3 минуттан ғана. Яғни 3 минутта сіздерге жеңіл тез ағылшын тілін үйренуге көмектеседі. Бұл жалпы мақсат барлық нәрсені ағылшын тілінде қабылдап, ағылшын тілінде шығару. YouTube-тан міндетті түрде ағылшын тілінде контенттер көріңіз. Және 4-ші қадам 1500 сөз жаттау. 1500 сөз уже сіз академиялық деңгейдегі сөздер жаттайсыз. Бізде жоғарғы деңгейде 2 ай көлемде істелінетін іс-әрекеттер. Ал осымен бүгінгі бізде видео сабақ тәмам. Бүгінгі сабақта мен сіздерге ағылшын тілін бастапқы деңгейден жоғарғы деңгейге дейін қалай тез арада жеңіл жолмен 6 ай көлемінде оқуға болатыны жайында нақты жоспар құрып бердім. Осы жоспарларды қолдана отырып, міндетті түрде ағылшын тіліне мен айтқан лайфхактарды қолданыңыздар. Менің Instagram парақшама тіркеліп қойыңыздар. Ол жақта бұдан да көп ақпараттар айтамын. Яғни ағылшын тілін қалай тез үйренуге болады, қалай тез сөз жаттауға болады, қалай тез мазмұндауға болады, қалай тез simple pasстар, яғни simple-дарды тез үйренуге болады. Сол жайында ақпараттар бөлісетін боламын. Міндетті түрде өз достарыңызбен бөлісіп, пікір бөліміне алдағы уақытта қандай видео сабақ көргілеріңіз келеді, өз ойыңызды жазып кетіңіз. Goodbye for everyone. Bye bye. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер.